Так, алдайын. Қыздар, келіндер, шайға келіндер. Я, міне келік. Тағы жұмыртқа ма? Таңертең де жұмыртқа, кешке де жұмыртқа. Неге бітпейтін жұмыртқа бұл? Қызым, үйде енді басқа ештеңе жоқ екенін білесің ғой. Енді барымызды жейік, жұмыртқа болса да жақсы ғой. Соны айтам, қырсықтанбай жесеңші, кейін бұған зар болып қалма. Жарайды. Айтпақшы, мамам, ертеңше менің жақын құрбымның туған күні еді да, сонымен біз құрбыларымызбен бірге жиналып, бір андай кафеге ма, сол жаққа отырайын деп едік. Кафеге? Қызым, ол жерде тағы үлкендерден кімдер болады? Ол жерде тек біз құрбыларымызбен ғана боламыз. Жоқ, егер де үлкен адам жоқ болатын болса, мен сені жібермеймін. Сен әлі кішкентайсың ғой, сен не күтіп тұрғанын қайдан білесің? Жоқ, одан да үйде қал. Білгем жібермейтініңізді. Сол үшін онда ақша беріңізші, мен подарка аламын. Хотя бы подарка жалко емес шығар. Ой, қызым, подарка дейсің ба? Менде ақша болмай тұр еді. Осы айдың соңында айлығымды аламын ғой, сол кезде берем, жарай ма? Мама, туған күн ертең болады ғой, айдың соңында болмайды ғой. Неге үйстесіз? Өмірі бір нәрсе сұрасам, бір тілегімді орындап бермейсіз. Үнемі ақша жоқ дей бересіз. Хотя бы бір кафеге де жібермедіңіз. Ол жерде менің подушкаларым бәрі барады да, ал мен болсам бармайын ба? Жарайды дедім да, сонымен подаркаға да ақша бермедіңіз ғой. Сонда мен қорқытықтай салам ба? Қызым, менде ақша болмаса саған не береміз? Шынымен де ақша жоқ деп тұрмын ғой, қызым. Өмір осы, кетіңдерші ба. Аружан, кел шайынды ішсей. Жарайды, мама, онымен өзім сөйлесемін. Аружан қызым да мені жек көріп бара жатыр. Өмірі ақша жоқ маған келгенде. Не болды, Аружан? Шайын ішпейсің ба? Ана жерде қалып қалды ғой шайың. Ішпеймін. Сол керек ақша ма саған да? Я, керек. Жарайды, қоймадың ғой, берем ақшаңды. Ертең мен университетте оқитынды білесің ғой. Ертең стипендиям түседі, сол кезде сен түсте барасың ғой мектепке. Сол стипендиямнан беремін. Рахмет, әпке. Сен болмаса маған ешкім де ақша бермейді. Айтпақшы, сосын мамаға ұрса берме. Маманың денсаулығы нашар екенін білесің ғой. Оның үстіне пол жуып жұмыс істейді. Папамыздың ішетінде білесің. Соның бәрін біле тұра неге мамаға ұрса бересің? Екінші сөз қайтарушы болма мамаға. Жарайды. Онда маған да ақша жоқ дей бермесін. Енді саған ақша жоқ болса, саған ақшаны қайдан тауып береді? Кішкене ойлансай. Жүр, шайыңды іш, көп сөйлей бермей. Мен де сөз таластыратын болыпсың ғой. Мама, міне келдік. Мама, сіз не жылап жатсыз ба? Жоға, қызым, жылап жатқан жоқпын. Ой, қой, сағат қанша болды? Тезірек шайларын ішіп алыңдар, қазір папаларың келеді ғой, ішіп. Тезірек шайларын ішіңдер де бөлмелеріңе барыңдар. Қазір папаларың келеді. Жарайды, маматай. Күнде соқ бітті ғой. Ашыңдар есікті. Кел, папаларың, барыңдар бөлмелеріңе, тез. Кетіп жүр. Ашсаңдаршы. Міне ашып жатырмын. Кір. Есікті ашсаңдаршы. Қақитып қойдыңдар ғой мені. Не бар ішіп жейтін? Жұмыртқа бар екен ғой. Тағы ішіп келдің ба? Не істеймін? Балаларға да кеткен? Олар ұйықтап жатыр, оларға тиіспе. Не бар нақты жейтін? Дымда ғой. Нан бар екен ғой. Басым сынып барады, су берші. Қазір беремін. Бұл суда бүлініп қапты ғой. Жасыл су беріп атқан несі мынау? Мә. Не мынау, су ма? Я, бергенді ішсеңші. Бұл тезірек арағынды ма іште, бұл ұйықташы. Кәз. Әпке, ертең сен маған стипендияңнан қанша теңге бересің?
Сол 500 мың теңге беретін шығармын, жетеді ғой сол. Әпке, оған ештеңе келмейді ғой. 1000 теңге вообще ештеңе келмейді. Қалай келмейді? Менде басқа ақша жоқ саған беретін. Мен қалғанын мамама берем ғой, білесің ғой. Мама осы үйдің квартирасын ақшасын төлеу керек, светтің ақшасын төлейді. Әпке, хотя бы дегенде 2000 теңге берсеңші. Не, маған жалко ма? Жоқ, мен қазір сенімен сөйлесетін уақытым жоқ. Мен сабағымды оқуым керек. Білесің ғой, мен грантта оқимын. Егер де мен сабағымды оқымай барсам, сосын маған стипендия бермей қояды. Жарайды. Болды, сен жата бер. Иә. Ал, қыздар, келіңдер, шайларын ішіп алыңдар. Фу, тағы жұмыртқа ма? Неге бітпейді мына жұмыртқа? Аружан, бергенде жесеңші, болды. Қырсықтанбай же тезірек. Мен жемеймін, мен тек қана шай ішемін. Қызым, қарың ашып қалады мектепте, жеп ал. Айтпақшы, мама, мен бүгін стипендиямды алам ғой. О, қызым, жарайсың. Молодец. Как раз ақша жетіспей жатыр еді. Жарайсың, қызым, менің қызым алтын. Менің қызым молодец. Сендерге бір анау-мынау жейтін алып берем. Мәшін ба? Сөйтіңізші, айту, жалығып кеттім мен мына жұмыртқадан. Ақырын сөйлеңдер, қазір папаларың оянып кетпесін. Ой, мен тезірек кетуім керек. Қазір сабағым басталып кетпесін. Жақсы, қызым, сәттілік. Рахмет, мама. Мен кете беремін. Міне, әпкеңнен үлгі ал. Молодец, сабағында оқиды, тегін оқиды, ақшасын да алады. Оны маған не үшін айтып отырсыз? Мен де болдым. Сау болыңыз. Ой, қыздар, мамам болсын главное. Ладно, настроение. Мына кранда жұмыс істемей қапты ғой.